Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында адам құқығын қорғау мәселесін саяси жаңғырумен қатар қойғанын атап өткен болатын. Осыған орай Қазақстан Республикасы адам құқықтары жөніндегі уәкілі Шымкентке сапары барысында азаматтық ресурстық орталығында үкіметтік емес ұйымдармен кездесу өтті. Аталған жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Гүлім Мұратәлі толығырақ келесі бейнематериалда тарқатып айтады. Аталған іс-шараға Қазақстан Республикасы адам құқықтары жөніндегі уәкілі Артур Ластаев пен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Сонымен қатар жиынға Қазақстан әйелдер кеңесінің Шымкент қаласындағы өкілі, УЭФ өркендеу қоғамдық қоры, жетістен балаларды қорғау қайырымдылық қоғамдық қоры және Шымкент қаласындағы қалалық мүгедектер қоғамы қоғамдық бірлестігінен келген уәкілдер қатысып, әлеуметтік мәселелерді талқылады. Біз әйелдер кеңесі болғаннан кейін жаңағы бізде өзіміздің 4 бағытымыз бар. Әйелдермен жұмыс істеу, ол бірінші жаңа зорлық-зомбылық көрген әйелдермен қазіргі енді мәселе проблема көтеріліп жатқан сексуалдық зорлық балалардың қыздардың арасында. Сол енді мен өзім 3 жыл болды бір қызымды жаңағы бір кейс алып, өгей әкесі зорлаған қызымды соны өзім жаңа алып келе жатырмын. 3 жыл бойы 8-9 класын бітіргізіп, биыл міне 1-ші курсын бітірді. 2 менің әйелдер кеңесінің мүшелері, біреуі киіндіріп, біреуі жаңағы оқуына төлеп, сол мәселені шешіп, міне биыл 1-ші курсын бітірді. Келесі жылға да уже спонсорын дайындап қойдым. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдердің проблемаларын, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтан өлім-жітім статистикасының көбейгені, биологиялық фрагменттердің болмауына байланысты кәмелетке толмағандарды зорлау қылмысының ашылуының төмендігін және жұмыс сапасының төмендігі талқыланды. Айта кетейік, аталған мәселелерді шешу мақсатында әйелдер кеңесімен бірігіп жаңа жобалар жасалынады деп жоспарлануда. Енді осындай 2 кейсті жүргізіп, енді бір дәлел болу керек қой. Сол жаңағы сексуалдық көрген балаларға мен өзім сол мәселені көтеріп отырмын. Бұл балаларды жаңағы ерекше балаларға грант бөлінеді. Олар қалай оқыса да, жаман оқыса да, жақсы оқыса да оларға грант бөлінеді. Сол сексуалдық зорлық көрген балаларды сол категорияға жатса, жаңағы енді ерекше балалар деп грант бөлу. Ол енді өте қажет ондай балаларға. Енді жарайды, мен қазір 1-2 адам таптым, келешекте кім оларға көмектеседі дегендей сондай мәселе туындап тұр. Енді қоғам болып, әйелдер болып, біз негізі сол жарайды, ол сексуалдық зорлық көрген адам ол сотталар, бірақ жаңағы балаларымызға біз көмектесуіміз керек. Жиынға қатысып қайтқан ұйым мүшелері қоғамдық мәселелерге қатысты өзекті тақырыптарды талқылап қана қоймай, оның шешу жолында ұсынған болатын. Гүлім Мұратәлі, Антон Семенов, Нұрлан Алтынбеков, Әділет ақпарат.